Мамытбек Қалдыбайдың «Мен халқымның бауыржанымын» кітабынан. Өзің көріп біліп жүрсің қарағым. Менің мінезім түк қой, деді аздап жұмсара сөйлеп. Көңіліме жақпаған нәрсеме тәйт деп тастауым да оп-оңай. Бірде Сәбит Мұқанов Алаш ордашылар деп Ахаңды, Ахмет Байтұрсыновты, Жахаңды, Міржақып Дулатовты, Махаңды, Мағжан Жұмабаевты, Жүкеңді, Жүсіпбек Аймауытовты жамандады. Сөзін аяқтасын деп төзіп тыңдадым. Болдырып тоқтаған кезде: «Сәбе, неге маған оттамаған дейсіз?» дедім. «Әй бауыржан, мен саған қашан оттамаған дедім?» деді таңғалып, екі көзі шарасына шыға жаздап. «Қазір ғана айтып отырсыз ғой». «Қазір? Қалайынша?» «Сәбе, маған оттамаған дедіңіз ғой. Енді мен сізге оттамаған деймін. Сіз жек көріп жамандап отырған кісілер менің ұстаздарым. Түсінікті ме?» «Әй бауыржан, сен де солай ма едің?» деп үні өшті. Баукең ары қарай сөзін жалғап: «Байқауымша ағаларым маған жолыққанды, оңаша сырласқанды іштей қалайтын. Ол кісілердің менен бойларын аулақ ұстайтынын, сөйлескенде абайлап сөйлейтіндерінің себебі ұлтшыл-мұлтшыл деген қоңырауларым бар ғой. Ол қоңыраудың даусы Кремльге дейін жетіп тұратын». Баукең темекі түтінін қайта үрлей түсіп: «Осы себеп біздің арамызда, яғни менімен ағаларым арасын Қытай қорғаны секілді бөліп тұр ғой», деді ауыр күрсініп.